Алаңға Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметінің тобы мемлекеттік туды алып келеді. Туды сержант Асхат Мақсатұлы ұстап келеді. Топты Айбын президенттік полка құрмет қарауыл бастығы, екінші дәрежелі Айбын орденінің егері подполковник Қайрат Молдабаев бастап келеді. Мемлекеттік тумен бірге алаңда жеңіс туы желбірейді. Бұл осыдан 80 жыл бұрын әйгілі отандасымыз Рақымжан Қошқарбаев пен оның майдандасы Григорий Булатов Рейхстаг ғимаратына алғашқы болып тіккен тудың ресми көшірмесі. Тудың бетінде екінші дәрежелі Кутузов орденінің егері 150-ші атқыштар дивизиясы деген сөздер бар. Бұл дивизия соғыс басталғанда Қостанайдан жасақталып, майданға аттанған 151-ші бригаданың негізінде құрылған. Соғыс кезіндегі жауынгерлік жалау айбынды жеңіс туына айналды. Бұл майданның алдыңғы шебінде ең сұрапыл орыстарда ерліктің ерен үлгісін көрсеткен барша Қазақстан сарбаздарына деген құрметіміздің символы. Біз 1945 жылы 30 сәуірде Рақымжан Қошқарбаевтың Рейхстагқа бірінші болып жеңіс туын тіккенін мақтан етеміз. Осы ерлігі үшін батыр жауынгерлік қызыл ту орденімен марапатталды. Ал 1999 жылы 7 мамырда оған халық қаһарманы атағы берілді. Жеңіс туын мемлекеттік күзет қызметінің Айбын президенттік полка құрмет қарауыл ротасының бөлімше командирі сержант Сайлау Саят ұстап келеді. Сапты аға лейтенант Рүстембек Әлкеев басқарады.